эпилепсия bu кешегі көрген көрінісіміз эпилепсия емес әпке. Эпилепсиялық өзгерістері бар шығар. Эгіда көрсетеді, аздап үзілісте перерив болады. Но эпилепсияны сіз бұрын көргенсіз ғой, ол басқаша көріністе болады. Ал мынау ступор қатып қалады. Кататониялық деген, как будто подушка, поза подушка дейді. Яғни басында жастығы жоқ, бірақ осылай тұра береді. Как будто басында жастығы бар сияқты, иә? Демек, бұл біздің айтып атқан негізгі диагнозымыздың бір түрі, яғни шизофренияның кататониялық түрі. Болды. Мен енді халыққа оның бәрін айта берудің қажет жоқ қой. Өйткені бұл біздің мәселені біз шешуіміз керек. Но кешегі нәрсені бүкіл ел эпилепсия қайдан келді деп сізді қаралап жатыр. Мен сондықтан оны айтқым келіп тұр. Сіз маман емессіз, бұл эпилепсия емес, мүмкін қателесуіңіз мүмкін. Бірақ бұл кататония основной негізгі диагноздың бір түрі. Алдын алу үшін не істеу керек? Дәрілерін нақты ішіп жүретін болса, мен осыны түсіндіріп жатсам, қазір ұрысып кеттік та. Қазір Санжар мырза, дәрілердің несі бар ғой сізде, қандай дәрі ішу керек? Я мен рецептмен алып келдім қазір. Менде қолымда рецепт бар. Берем, мен сол үшін. Қандай дәрі? Міне. Қашан іштің? Ақтар, ішкене ақтар, сіздің ішкене саты. 25 миллиграмм ақ болады, сарысы, ана нейролептия болмас үшін береміз. Алматыда Кенжегүл берді ма? Мен тағайындап отырып, оны Астанадан кейде жоқ болып қалғанда Астанадан алдырып бердім. Осыдан білесің ғой. Ол дәрінің аты қандай? Мен сізге жазып, сумкамда рецептпен келді. Мен екеуін білем оны. Мен ойладым, сіз бәрін мен бұрын бұдан да қиын пациенттермен қайтадан енді өтіп жатырмыз ғой, соны врачтармен сөйлесіп. Айтып болайыншы, жарайды, әпке, сіз дұрыссыз. Сол кезде сұрадым, сіз айттыңыз, бұдан да ауру пациенттер бар дедіңіз. Сосын мен ойладым, сіздерде психиатр бар ма деп едім, әр ай сайын келіп тексеріп тұрады дедіңіз. Енді бір психиатр келген болса, мына пациентті көріп, мына дәріні ішіп жүріңіз әпке деп айтпады ма сонда? Басын түсіріңіз деді, психиатр келген жоқ емес. Үйге келіп қарайды біздің Жамбыл облысына. Жоқ, алып келген екен, иә, келді. Алып келгеннен келді. Сонан кейін басына нені жасау керек? МРТ түсіріңіз деді. Сосын жаңа мынау не еді? Эгі осыны түсірдік. Сонан кейін өкпесін, қанын деп, соны бәрін түсірдік. Қан деген ол второстепенный, не главный. Главный, хорошо, исключить ету үшін МРТ жасалады, яғни травмадан келіп шыққан ба, әлде тұқымнан келген ба? Біз білеміз, мен лично тұқымнан келгенін білем бұны. Өйткені өзіңіз де айтып отырсыз, умственный отсталость у мамы деп, мамасында болған. Демек, ол әкесінде де болған. Негізінде осы екеуінен келіп шыққан дүние. Жарайды, оларды қараламаймыз, кеткен адамдар. Но по факту бұл диагноз, оны мәңгілік жойып жіберуге ешкімнің құдіреті жеткен жоқ. Сондықтан да оны болдырмаудың бірден бір амалы дәрі дәрмекті дер кезінде схема бойынша беріп отырсаңыз, сізде мүлдем проблема болмай, судороги мүлдем болмайды. О баста осылай түсіндірілсе, мен ойладым сізге уже мамандар бәрі нормальный болғаннан кейін мен сізді бір ретте енді ғой апке, енді ғой осы күнге дейін бұлар бір рет анда жасап, мына дәрілерді ішу керек диагнозы тұрғанда F20 деп тұр ма? F20 деп тұр. Көрген психиатр, F20. Здесь надо назначить препарат, обязательном порядке деп айтса, сізде бұндай проблема болмайды. Санжар мырза, қазір сұрақ қойыңызшы сізге. Қазір енді күллі қазақ елі Құндыздың кешегі түрін, әлпетін көріп шошып жатыр. Шошыды, иә. Ол эпилепсия ма, судорог па, не? Нақты айтыңызшы. Эпилепсия да емес, судорог да емес. Бұл кататонический ступор деп тұрмын, тағы айтам. Бұл шизофренияның түрі. Қатып қалады, болды. Алдын алуға болады ғой? Болады. Мен айтып, не үшін айтып тұрмын? Не үшін қағазбен келдім мен қазір? Мен сіздің қолыңызға берем. Проблема бітті. Сіз дер кезінде беріп отырсаңыз, кейде андай доза азайып қалса да көрініс беруі мүмкін. Сол кезде дозаны көбейтеміз. Сол үшін врач поликлиниканың по месту жительства тағайындалады. Яғни поликлиникаға отырады. Сонда адамдар бар, мемлекеттен сіз тегін дәрі аласыз. Мынаның бәрі тегін болу керек. Ертеңнен бастап аламыз. Учетқа қалай қойылса, міне. Енді әңгімеміз жарасып жатыр. Бүкіл мемлекеттен тегін қарастырылған негізінде. Бірақ біз ала алмадық, өйткені бұлар біздің қалада тіркелген жоқ. Бұл сіздің қалаңызда тіркелген үшін біз қалада сатып алдық. Алматыда болды ғой. О, басында мен сатып алып Астанадан алдым. Соңғы уақытта мен. Астанадан алдырып отырдым, мен өзім білем ғой дәрісін, дозасын. Сондықтан да бұл қыз Құндыз бен Назгүлмен екеуімен де бірдей беріп бастаған кезінде сол дәріден 2 күннен кейін бұл кісі әдемі сөйлеп бастады. Есіңде ма? Маған хабар, сол дәрі берілді, қатты құсты, сосын ертесіне кәдімгідей басқа Назгүл болып шықты.
солай ғой Назгүл, есіңде ғой холодильниктің алдында сөйлеген сол дәріден 2 күннен кейін ғана өзгеріске. Енді оны біз бірінші Алла деп айтамыз. Мен құдіретті емеспін, бірінші Алла.